Күн балалар, сіздермен бірге Гүлзина Жақсылық. Бүгінгі дүниетану сабағымыздың тақырыбы елімнің мемлекеттік рәміздері деп аталады. Балалар, бүгін сіздер сабақта мемлекеттік рәміздердің не екенін білетін боласыздар. Және еліміздің туымен, елтаңбасымен және гимнін ажыратуды білетін боласыздар. Бүгінгі сабақтың тірек сөздері мемлекеттік рәміздер. Ту, елтаңба, гимн деп аталады. Гимн деген ол әнұран. Балалар, мен сіздерге сілтеме қойып қойдым. Еліміздің рәміздері туралы керемет бейне жазба бар. Кіріп қарасаңыздар болады. Енді мен сіздерге мынадай сұрақ қояйын, иә? Рәміз деген сөздің мағынасын қалай түсінесіздер? Рәміз деген ол біздің әрбір елдің өзінің нышандары болады. Әлемде 200-дей мемлекет бар екен. Олардың әрқайсысының өзінің мемлекеттік рәміздері бар. Сол сияқты Қазақстан Республикасының да рәміздері бар. Біздің рәміздеріміз олар ту, елтаңба және әнұран. Мінекей туымыз, елтаңбамыз және әнұранымыз. Біздің мемлекеттік рәміздеріміз 4 маусым күні 1993 жылы қабылданғанын сіздер өткен сабақта оқып білгенсіздер, иә балалар, естеріңізде ме? Енді мемлекеттік рәміздерді сипаттап көрейік. Біздің Қазақстанның туы көк түсті. Көк түс ол ашық аспанды білдіреді. Тудың ортасында алтын күн бейнеленген. Оның астында дала қыраны қалықтап барады. Ал тудың шетіне ұлттық ою-өрнек салынған. Қалай ойлайсыздар, дала қыраны нені білдіреді? Бұл деген сөз қазақ халқы ашық аспанда қыран сияқты қалықтап, биік мақсаттарына жетсін, еркін қалықтап, еркін өмір сүрсін деген белгі болып табылады. Ал енді Қазақстанның елтаңбасының ортасында отбасының белгісі шаңырақ орналасқан, көріп тұрсыздар ма? Шаңырақтың екі жағында қанатты тұлпарлар бейнеленген. Ол да қазақ халқы жылқы мінезді, еркін халық. Сондықтан бұлар еркін қалықтасын, еркін өмір сүрсін деген белгімен қанатты пырақты орналастырған. Ал шаңырақтың астында алтын түсті Қазақстан деген жазу бар. Рәміздерімізді әрі қарай сипаттайық, балалар. 2006 жылы 7 қаңтарда Қазақстанның гимні, яғни әнұраны қабылданған. Әнұран менің Қазақстаным деген әннің мәтінін алған. Бұл әнді Шәмші Қалдаяқов ағаларың жазған. Ал сөзін Жұмекен Нәжімеденов және Нұрсұлтан Назарбаев жазған. Балалар, біз әнұранды қай кезде, қай жерде және қалай орындайтынымызды сіздер жақсы білесіздер, солай ма? Мемлекеттік әнұран халықаралық жарыстарда спортшыларымыз марапатталған кезде, басқа мемлекеттердің басшыларымен кездесу ұйымдастырған кезде орындалады. Әнұранды тағы қай жерде орындап жүрміз, естеріңізге түсіріп көріңіздерші. Мемлекеттік рәміздер бұл мемлекеттің егемендігінің белгілері. Біз бұл рәміздерді аса құрметпен қараймыз. Рәміздерде ою-өрнектер бұл қазақ халқының мәдениеті мен дәстүрін білдіреді. Біздің республикамыздың гимнін заң бойынша қалай тыңдау керек екенін сіздер білесіздер. Біз жүрек тұсымызға оң қолымызды қойып, тік тұрып, әнұранымызды айтып жүрміз, солай ма? Жақсы балалар, денемізді сергітіп алайық. Енді келесі тапсырманы орындайық. Біздің Қазақстанда көп ұлтты мемлекет тұрады. Біздің Қазақстан көп ұлтты мемлекет болып саналады. Елімізде 130-дан астам ұлт өкілдері тұрады. Мінекей суретте әлем елдерінің туылары бейнеленген. Осы туылардың ішінен сіздер Қазақстанның туын таба аласыздар ма? Тауып көріңіздерші. Өте жақсы, тамаша. Балалар, мына бір өлең жолдарын аяқтап көрейік. Сіздер бұл әндерді тыңдағансыздар. Қайда жүрсең ата мекен, көкейіңде жатады екен.
әрі қарай білесіздер ме? Күннің өзі ұясына қимай оны батады екен деген Ескендір ағамыздың Атамекен әні, иә. Ал менің елім гүлің болып егілемін әрі қарай қалай айтылатынын сіздер жақсы білесіздер. Енді парталасыңызбен немесе досыңызбен елтаңба туралы диалог құрып көрейік. Мен диалогты бастап қойдым, сіздер аяқтаңыздар, иә. Диалогты біз сәлемдесумен бастаймыз. Сен елтаңбадағы қанатты пырақтар ненің белгісі екенін білесің бе? Енді сіздер жалғастырып көріңіздер. Достарыңызбен бірге диалогқа түсіңіздер, иә. Енді балалар, қазір тек мемлекеттердің ғана емес, қалалардың да туы, елтаңбасы бар. Мінекей мен Астана қаласының туы мен белгісін көрсетіп отырмын. Мынау Алматы қаласының елтаңбасы. Сіздер өз қалаларыңыздың немесе ауылдарыңыздың осындай белгілерін білесіздер ме? Білсеңіздер суретін салып, мұғалімдеріңізге немесе достарыңызға көрсетсеңіздер болады. Сонымен біз бүгінгі сабақта не білдік? Мемлекеттік рәміздерді білдік, және оларды ажырата білуді үйрендік, иә балалар. Сонымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздер өз елтаңбаларыңыздың суретін салған болсаңыздар, ауыл қалаларыңыздың мұғалімдеріңізге немесе маған мына мекенжайларға жолдаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.